Атырау облысы әкімінің бұрынғы орынбасары Бақытгүл Хаменованың ісі бойынша сот отырысы 11 тамызға ауыстырылды. 3 тамыз күні Атырау қаласының нөмір 2 сотында Атырау облысы әкімінің бұрынғы орынбасары Бақытгүл Хаменованың соты болды. Экс-шенеунік қылмыстық кодекстің 366 бабы 3 бөлігі 2 тармағы бойынша айыпталуда. Сотталушылар қатарында Атырау облыстық мәдениет басқармасының бұрынғы басшысы Ақылбек Рысқалиев те бар. Ол Хаменовамен бірге алдын ала сөз байласу арқылы пара алды деген күдікке ілінген. Алайда алғашқы сот отырысы бар болғаны 20 минутқа созылды. Құжаттардағы келеңсіздіктерге байланысты сот отырысы 11 тамызға ауыстырылды. Сотталушы айыптау актісінің көшірмесін алған жоқ. Прокуратура құжаттарды ұсынғанымен Хаменова танысу үшін камерадан шыққысы келмеді. Сондықтан сотты 2022 жылдың 11 тамызына дейін кейінге қалдыру туралы шешім қабылдады деді. Сот залынан шығару алдында Хаменова туыстарына әділдік жеңеді деп сендірді. Әділдік болады, бәрі жақсы болады. СИЗОда өткізген 8 айға жауап береді, деді Хаменова. Еске салсақ, былтыр желтоқсан айында Атырау облысы әкімінің орынбасары Бақытгүл Хаменова мен облыстық мәдениет басқармасының басшысы Ақылбек Рысқалиев ұсталған болатын. Олар абай ескерткішін орнатуға мемлекеттік сатып алу шартын жасағаны үшін 4,5 миллион теңге пара алды деген күдікке ілінген болатын.